Барлықтарыңызға қайырлы күн. Қазақстандағы ең ауқымды аукционға қош келдіңіздер. Бұл аукционда онша адамдар емес, Қазақстандағы ең бірінші миллиардерлер отыр. Сондықтан ең бірінші бізде сатылып жатыр. Қазақ фильмінің ең алғашқы түсірілген камерасының статуэткасы. Біздің алғашқы ұсынатын баға $100. Сонымен $100-дан көп кім бағалайды екен? $100 бір, $300. Өте керемет, $300. $300-дан кім жоғары баға ұсына алады екен? $300 бір, $300 екі, $600. Өте керемет, $600. $600 бір, $600 екі, $800. $800. Өте керемет. Бұл статуэтканың сондай бағаға, қазақ фильмінің түсірген камерасы сондай бағаға бағалып тұрған миллиардерге бір қол қошемет. Олай болса, $800 бір, $800 екі, $800 үш сатылды. Статуэтканы келіп ақшасын төлеп алсаңыздар болады. Бұл ең басты аукциондағы ең басты және ең қымбат ұйым емес. Сондықтан мен сіздерге барлықтарыңыз күтіп, шаршап, таусылып отқан ең бағалы сыйлықты көрсетейін. Ол Италиядан келген бұл домбыра сонау Италиядан $800 бағаланып келген. Сонымен $800 бір, $800 екі, $1000. Өте керемет, $1000. Қазақтың қара домбырасы $1000-ға бағаланып отыр. Сонымен $1000 бір, $1000 екі, $1300. Өте керемет, $1300 бір, $1300 екі, $1400. $1400. Өте керемет, бір ду болса балғыр қояйық. Сонымен $1400 бір, $1400 екі, $1500. расында $1500. Өте керемет, өте жоғары баға. $1500 бір, $1500 екі, $1700. керемет. Сонымен бұдан жоғары баға кім ұсына алады? Көрейік. $1700 бір, $1700 екі, $1700 үш сатылды. Өздеріңіздің қалаған аукционнан ұтқан заттарыңызды келіп ақшаңызды төлеп ала аласыздар. Сонымен Қазақстандағы ең ауқымды аукцион осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Мына жерде $1700. Алсам ұқсат па? Алуға.
домбыраңыз құтты болсын. Құтты болған емес. Әсет, ақша менде. Өзіңнің көріп тұрғаныңдай, міне, мына жерде $1700.